Имам Атаилlah Әс-Сәкәндәри рахимахуллах бір хикметтерінде келген сөзі былай екен. «Иза атлақа лисанака бит-талаб, фа'лам аннаху юриду ан ю'тияк» дейді. Оның мағынасы мынандай. Егер Аллах сенің тіліңді дұғаға бұрып қойса, саған дұға етуге мұрсат берсе, онда біл дейді. Аллах саған бергісі келіп тұр. Бұл сөз өте үлкен сөз. Мағынасы зор. Ең бірінші түсіну керек болған нәрсе бұл ақидадан да хабар береді. Әрбір істі жаратушы Алла екен. Ла илаха иллаллах деген сөзді ашады. Іс сіздің жасап жатқан, тіпті қолыңызды жайып жатқан нәрсенің өзі де Алладан екенін баяндайды. Енді Аллах сізге дұға етуге мұрсат берсе, ойыңызға сол дұғаны салып қойса, онда біліңіз, Алла сізге бергісі келіп тұрғанын. Яғни мұсылман адамға және бұл нәрсе тағы шақыратыны үмітсіздікке қарай бармауға үлкен жігер береді. Мұсылман адам дұға мәселесінде үмітсіздікке мүлдем бармау керек. Егер мұсылман дұға пайда бермейді деп ойласа, онда ол үшін ол үлкен күнә болады. Аллах тағала да сол айтады. Инналлазина ястакбируна ан ибадати сайадхулуна джаханнама дахирин. Маған құлшылық қылуда тәкаппарлық танытқандар тозаққа қор болып кіреді дейді.